Осы Альфред ауданына қарасты номер 23 полиция пунктінде қызмет атқарамын. Яғни бізге осы 2021 жылдың соңында жаңадан салынған Кіші Самал мөлтек ауданы Жандосова көшесі мен Рысқұлбек көшесінің қиылысында жаңадан мобильдік полиция пункті ашылған. Осы мобильдік полиция пунктінің ашылғалы бері халық жиі келіп тұрады, өздерінің шағымдарын айтып тұрады, ауызша, болмаса жазбаша, күнделікті кешкі рейдтік іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Халық көріп жатыр полиция қызметкерлерінің қалай жұмыс жасап жатқанын, сырттан бәрі көрініп тұрады. Мен осы Рысқұлбек көшесінде 15 жылға уже тұрамын осы жерде. Мен мынау осы зданияны алғашқы салып жатқан кезде мен қатты ренжідім. Ойладым, біреу келіп, бизнесмен келіп, бір мойка салып жатыр екен дедім де. Сосын кейін осы жерде милицияның жаңа мобильді группа отырады деген салған естігеннен кейін өзім қуандым. Осындай зданияларды жаңа көрнекті, осындай елдің ортасына салса, ол елге жағады. Біз құба деп қабылдаймыз. Жақсы, былай өтсең де көрініп жатырады. Осы күшті көрініс болды. Кірген адаммен қарапайым сөйлесіп отқаны көресіз. Біз ары бері күніне 10 шақты рет өткенде адамдармен сөйлесуі, адамдармен қатысы өте жақсы. Жұрттың бәрі біледі, ауданның бәрі біледі осы жерде мобильный группаның, осылардың тез келетін, осындай мобильный топтардың, осындай жеке-жеке әрбір жерде болғанын қалаймыз. Рахмет. Біздің көшірдің бойында осындай болғанына біз өзіміз ризамыз, қуанып жатырмыз. Мына көшеде тәртіп орнап, машиналар тәртіп сақтап жүретін болды. Жақсы жерде орналасқан, терезелерінің бәрі айнадан істелінген, жарқырап көрініп тұрады ішінде.